Әлемді таңдай қақтырған өнер иесі, Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің отбасында үлкен қуаныш, қарындасы Раушанның құдалығы өтті деп хабарлайды. Екі жастың бақытына куә болған қос тарап бұл күні ерекше стильдегі салтанатты рәсіммен есте қалды. Бұған дейін сәуір айында Шымкенттен келген құдалар сырға салып, дәстүрлі жолмен сөз байласқан болатын. Бойжеттің бе қалқамау қас қағымда, ерке тайым елігі. Қазақы болмыспен заманауи талғам үйлесім тапқан кеш көрермендердің жүрегінен орын алды. Желі қолданушылары отбасын қарапайымдылығы мен тектілігі үшін мақтап ақ тілектерін жаудырды. Қандай үлгілі, ибалы отбасы. Екі жасқа баянды бақыт тілейміз, Света ханымның ақ жаулығы мен көйлегі керемет үйлесіп тұр, деп пікір қалдырды көпшілік. Айта кетейік, Раушан Құдайбергеннің таңдауы елордалық музыкалық жас көрермен театрының актері Ермахан Аймахан есімді жігітке түскен. Екі жастың махаббат шаңырағы биік болғай.